Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 37-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз мәтін. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бұдан кейінгі сабақтарымның барлығын көріп отыратын боласыңдар. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Мұғалім: білім алған өзіңнен, дәрігер ұшқыш не ғалым, саған ыстық сезіммен қарайды жұрт. Мұғалім: мен де өзіңді әрдайым қамқорым деп ұғамын. Күліп атқан таңдайын, жарқынсың сен мұғалім. Нұрхан Жанаев. Өлең не туралы екен балалар? Өлең мұғалім туралы екен. Мұғалімнен кімдер білім алған? Мұғалімнен көптеген мамандық иелері білім алып шығады. Дәрігер де, ұшқыш та, ғалым да, тағы да басқа барлық адамдар барлығы мұғалімнің алдынан өтеді. Ең бірінші мұғалім сабақ береді, үйретеді. Жақсы балалар, екінші жаттығу: берілген сөйлемдерден мәтін құрап жаз. Бізге 4 сөйлем берілген екен. Оларды дұрыс ретімен қояйық балалар. Ең алдымен оқушылар мектепке келді. Қоңырау соғылды. Сабақ басталды. Балалар тапсырманы орындауға қызыға кірісті. Міне осылай жазамыз балалар. Үшінші жаттығу: мақалдарды жатқа айт. Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Оқу білім азығы, білім ырыс қазығы. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға міндетті түрде жазылып алыңдар.